Қарағандыда үш күрестен жарыс өтті. Жарысқа 5 салмақ дәрежесі бойынша 20-дан астам спортшы қатысты. Екінші рет жалауын көтерген турнир Қарағанды қаласының 80 жылдығына арналып отыр. Шымыр әрі шыдамды болуды талап ететін спорттың бұл түрінде қарсыластар шеберлігімен алдымен семсермен, сосын қанжармен көрсетеді. Соңынан қоян-қолтық жекпе-жекте барын салады. Жыл сайын үш күреспен жаттыққысы келетін жастар көбейіп келеді дейді егіске ұйытқы болғандар. Қазір олар үш күресті дербес спорт ретінде тіркеу үшін спорт істері жөніндегі агенттікке тиісті құжаттарын жіберген. Егер қолдау тауып жатса, халықаралық жарыс өткізуді діттеп отыр. Қазақ болғалы осы батырларымыздың арқасында жеңіске талай жеңістерге жеткен. Ол жеңіске жету әдістері, яғни семсермен жұмыс істеу, қанжармен жұмыс істеу, және жекпе-жекке үш бағытта мықты болғандықтан жалпы бір мектеп болды деп ойлаймыз да. Сол себептен осы үш күрес спорт түрін ойлап тапақшы болды.